Жаңа ғана сіздер естіген бұл дауыстар ойдан шығарылған киноның сценарийі емес. Бұл осы өмірде арамызда жүрген, үйлеріне асыққан, болашаққа үлкен жоспар құрған тірі адамдардың жер мен аспанның арасында тұрып айтқан ең соңғы сөздері. Адам баласы әуеге көтерілгенде өзін табиғаттың иесідей сезінеді. 11.000 метр биіктікте біз өзімізді қауіпсіз, заманауи технологияның арқасында қорғалғандай көреміз. Бірақ дәл осы биіктікте бір секундтық қателік, бір техникалық ақау немесе бір адамның ессіз шешімі жүздеген тағдырды бір мезетте тозаққа айналдырады. Бұл сәттерде адамның шынайы бет-бейнесі ашылады. Біреулер соңғы секундқа дейін жүздеген өмірді құтқару үшін металмен арпалысады. Екіншілері паникаға бой алдырып, қателікке ұрынады. Ал үшіншілері өз қолымен жүздеген бейуаз адамды өзімен бірге көрге сүйрейді. Бүгінгі шығарылымда біз әлемді дүр сілкіндірген 3 ірі авиакатастрофаның ең қараңғы құпияларын ашамыз. Тергеу бюроларының ресми құжаттары, жабық мұрағаттар, жасырын стенограммалар және осы уақытқа дейін айтылмай келген бейресми деректер. 2015 жылдың 24 наурызы, сағат таңғы 10:01. Барселонаның Эль Прат әуежайынан Дюссельдорфқа қарай Germanwings компаниясының 9525 рейсі ұшып шықты. Бортта 144 жолаушы мен 6 экипаж мүшесі, барлығы 150 адам бар еді. Бұл жай ғана рейс емес еді. Бортта Испанияға алмасу бағдарламасымен барып, үйлеріне оралып бара жатқан 16 мектеп оқушысы, 2 жас опера әншісі, сәбиі бар отбасылар отырды. Атмосфера өте жайлы, күн ашық, ұшақ техникалық тұрғыдан мінсіз күйде болатын. Ресми деректер бойынша ұшақ штурвалында 2 адам отырды. Командир 34 жастағы Патрик Зондерхаймер, авиацияда 10 жылдан астам тәжірибесі бар. 6000 сағаттан астам ұшқан кәсіби маман. Ал екінші пилот 27 жастағы Андреас Любиц. Сырт көзге ол арманына жеткен беделді Lufthansa академиясын бітірген сабырлы жас маман болып көрінетін. Бәрі сағат 10:27-де ұшақ 11600 метр крейсерлік биіктікке көтерілгенде басталды. Андреас Любицтің сыртқы жылтыр бейнесінің артында үрейлі шындық жатқан еді. Кейіннен Германиялық прокуратура мен BFU, яғни Федералдық авиациялық оқиғаларды тергеу бюросы жариялаған жасырын құжаттарда Любицтің бірнеше жыл бойы ауыр психотерапиядан өткені белгілі болды. Ол өзінің көз жанарының нашарлап бара жатқанынан қорыққан. Бұл оның пилоттық лицензиясынан айыруы мүмкін еді. Любиц бұл рейске дейін ондаған дәрігерге көрінбей қаралған. Үйінен антидепрессанттар мен күшті психотроптық дәрілер табылды. Тіпті осы қайғылы оқиғадан бірнеше апта бұрын ол өзінің планшетінен брондалған кабина есігі қалай бұғатталады және суицидтің ең өнімді жолдары деген сөздерді іздеген. Ол өлімге дайындалып жүрді, және ол жалғыз өлгісі келмеді. Сағат 10:30. Командир Зондерхаймер дәретханаға шығу үшін кабинадан шығады. Есік артынан автоматты түрде жабылады. Мұндай қорғаныс жүйесі 2001 жылғы 11 қыркүйектегі ақш-тағы теракттардан кейін бүкіл әлемде міндеттелген еді. Кабинаның есігі брондалған, оқ өтпейді. Ал сырттан код терсең де, іштегі пилот тумблерді лок, яғни жабық күйіне қойса, есік 20 минут бойы мүлдем ашылмайды. Командир шыға салысымен Андреас Любиц
автопилот жүйесін қайта бағдарламалайды. Ол биіктікті 11600 метрден 30 метрге түсіріп тастайды. Түсінесің бе? Таулардың ортасындағы 30 метр. Ұшақ минутына 1000 метр жылдамдықпен төменге қарай құлдилай бастайды. Сағат 10:31. Командир қайтып келіп, есіктің кодын тереді. Сырттан код теріліп, есік ашылуы керек болғанымен, іштен ешкім ашпайды. Зондерхаймер есікті ұра бастайды. Осы жерде кейбір адамдардың кеудесінде сұрақ туындайды. Біз дәл осы сәтте 11000 метр биіктікте мынадай бекітулі жабық кабинаның ішінде не болғанын қайдан білеміз? Командирдің қандай сөз айтқанын, екінші пилоттың қалай демалғанын бізге кім жеткізді? Ол мына құрылғы. Дүние жүзі оны қара жәшік, яғни черный ящик деп атайды. Бірақ байқаған боларсыздар, ол мүлдем қара емес, ашық қызғылт немесе сары түсті. Неге? Себебі ұшақ апатқа ұшырағанда бөлшектердің немесе оттың қара топырақтың арасынан көзге бірден түсу керек. Және ол жай жәшік емес, титан мен болаттан қойылған 1100 градус ыстыққа 5000 метр мұхит қысымына шыдайтын ерекше капсула. Оның ішінде екі негізгі таспа сақталады. Біріншісі FDR, яғни Flight Data Recorder. Ұшақтың бүкіл техникалық параметрін, жылдамдығын, биіктігін, рульдің бұрышын жазады. Екіншісі CVR, яғни Cockpit Voice Recorder. Кабинадағы микрофондар арқылы пилоттардың дауысын, кнопкалардың сыртылын, тіпті тыныс алуын жазады. Ал енді осы титан капсуланың ішінде German Wings рейсіне қатысты не сақталып қалғанын өз құлағыңызбен естіңіз. Все внимание сейчас приковано к трагедии с лайнером А-320 во французских Альпах, где идет поисковая операция. Следователи пока не могут исключить ни одну из возможных версий, включая и версию теракта. Именно Любец был за штурвалом разбившегося Airbus. В этот вторник в результате крушения Airbus A320 бюджетной компании German Wings погибло 150 человек. Обнаружили видеозапись последних секунд полета лайнера. 144 жолаушы мен 6 экипаж мүшесі бір мезетте қаза тапты. Ұшақ сондай жоғары жылдамдықпен соғылғандықтан ірі сынықтар да қалмады. Құтқарушылары мен француз жедел жәрдем дәрігерлері былай дейді: біз оқиға орнына тікұшақпен жеткенде, ол жерде іздеу жасайтын бүтін дене де қалмаған еді. Бәрі шаң мен майда сынықтарға айналған. Бұл менің өмірімдегі ең ауыр, ең қорқынышты сурет болды. Осы трагедиядан кейін бүкіл әлемдік авиация ережесі өзгерді. Кабинада әрқашан кемінде 2 адам болу керек деген қатаң талап енгізілді. Бірақ өкінішке орай, бұл ереже 150 адамның өмірі қиылғаннан кейін ғана жазылды.
2009 жылдың 31 мамыры түнгі сағат 22:03. Рио-де-Жанейродан Парижге қарай Air France авиакомпаниясының 447 рейсі ұшып шықты. Бортта 216 жолаушы мен 12 экипаж мүшесі, барлығы 228 адам бар болатын. Уақыты аяқталған демалыстан қайтып бара жатқан туристер, бизнесмен, азаматтар, тұтас отбасылар. Оларды алда Атлант мұхитының үстінен өтетін 11 сағаттық ұзақ жол күтіп тұрған еді. Ұшақ соңғы үлгідегі заманауи Airbus A330. Бұл машина соншалықты компьютерлендірілген, пилоттар арасында оны тіпті маймыл да басқара алады деген аңыз бар еді. Ресми тергеу деректері бойынша экипажы 58 жастағы тәжірибелі командир Марк Дюбуа басқарды. Оның қоржынында 11.000 сағаттан астам ұшу тәжірибесі бар болатын. Ал оның қасында 2 жас, екінші пилот, 37 жастағы Давид Робер мен 32 жастағы Пьер Седрик Бонан отырды. Сағат түнгі 1:30. Ұшақ Бразилия жағалауынан алыстап, радиолокациялық зонадан шығып кетеді. Алда тропикалық жойқын найзағайлар белдеуі тұрған еді. Сағат 1:55. Командир Марк Дюбуа ережеге сай демалу үшін кабинадан шығып, арнайы демалыс бөлмесіне кетеді. Штурвалда 2 жас пилот Бонан мен Робер қалады. Басқару жасы кішірек, бірақ амбициясы бар Пьер Седрик Бонанға тапсырылды. Сағат 2:10. Ұшақ градиенті өте жоғары дауыл бұлтының ішіне кірді. Сырттағы температура -40 градус. Сирек кездесетін физикалық құбылыстың салдарынан ұшақтың сыртындағы ауа жылдамдығын өлшейтін питот түтіктері, яғни датчиктері бір мезетте мұз болып қатып қалады. Борттық компьютер шатаса бастайды. 1 секундта ұшақтың жылдамдығы 800 км сағаттан 200 км сағатқа түсіп кеткендей көрінеді. Компьютер бұл қателікке шыдай алмай, сирена қосып, автопилотты өшіріп тастайды. Түн, қараңғы мұхит, қатты турбуленттік. Кабинада ондаған апаттық қызыл шамдар жанып, сирена өкіріп тұр. 2 пилот не болғанын толық түсінбей, паникаға бой алдырады. Францияның BAA бюросының кейін анықтағанындай, Airbus A330 ұшағындағы бұл питот датчиктерінің мұздап қалу мәселесі осы оқиғаға дейін де бірнеше рет қайталанған. Бірақ Air France компаниясы оларды жаңа, мұздамайтын үлгілеріне ауыстыруды кейінге қалдырып келген. Яғни бұл алдын алуға болатын техникалық мина еді. Дәл осы сәтте авиация тарихындағы ең өрескел, ең түсініксіз адами қателік жасалды. Автопилот өшкенде, негізгі ереже бойынша пилот ұшақты түзу ұстап, горизонталь бағытты сақтауы тиіс еді. Бірақ екінші пилот Пьер Седрик Бонан үрейленіп, джойстикті соңына дейін өзіне қарай тартады. Елестетіп көріңіздер, сіз түнгі сағат 2-де 11.000 метр биіктікте тас қараңғы мұхиттың үстінде келе жатырсыз. Ұшақ дірілдеп, автоматика өкіріп жатыр. Қасыңыздағы әріптесіңіз паникаға түскен. Сізде ойлануға небәрі 10 секунд бар. Сіз не істер едіңіз? Комментарийға жазып кетіңіз. Ол ұшақтың мұрнын аспанға қаратып көтергісі келді. Өйткені психологиялық түрде төменге құламау үшін жоғары тарту керек деген соқыр инстинкт жұмыс істеді. Ұшақ 11.000 метрден 11.600 метрге дейін тік көтеріледі. Бірақ мұрны аспанға қарап тұрғандықтан қанаттар ауа ағынын ұстай алмай жылдамдығын жоғалтады. Елестетіп көріңіздер, 200 тонналық алып темір әуеде тоқтап қалады. Және ол парашют сияқты мұхитқа қарай минутына 3000 метр жылдамдықпен жайпақ түрде төмен құлдилай бастайды. Кабинада өкіріп автоматика айқайлайды. Стоу,
стол. Бірақ Бонан джойстикті өзіне қарай тартқанын тоқтатпайды. Airbus A330 кабинасында Boeing сияқты штурвалдар бір-бірімен механикалық түрде байланыспаған. Яғни, Бонан джойстикті өзіне тартқанда, оның қасында отырған Робер оның не істеп жатқанын көрмеген. Ол бұл қателікті соңғы 20 секунд қалғанда ғана білді. Егер кабинада ескі штурвал болғанда, Робер оның қателігін бірден түзетіп, 228 адамды аман алып қалар еді. Атлант мұхиты 447 рейсінің құпиясын 2 жыл бойы сақтады. Ұшақ із-түссіз жоғалды деп есептелді. Тек 2011 жылы Франция үкіметі миллиондаған доллар жұмсап, мұхит түбін сканерлейтін кемелердің арқасында 3900 метр тереңдіктен қара жәшіктерді тауып алды. Жолаушылардың туыстары былай деді: біз 2 жыл бойы олардың қалай өлгенін де біле алмадық. Олар суға соғылғанша ұшақтың құлап бара жатқанын сезді ме? Тергеу қорытындысын естігенде жүрегіміз тілініп түсті. Бұл техникалық емес, адами үрейдің кесірінен болған фобия еді. 228 адамның өмірі небәрі 3 минут 30 секундтың ішінде қиылды. Олар суға тигенге дейін 3 минут бойы қараңғы мұхитқа қарай құлап бара жатты. Бұл трагедиядан кейін бүкіл әлемдегі пилоттарды ручной режимде, яғни сваливаниеден шығару бойынша қайта даярлаудан өткізді. Ал біз 3-ші трагедиямызға көшеміз. Бұл трагедияда техника сыр берді, ұшақ ауада төңкерілді. Бірақ пилоттар соңғы секундқа дейін аспанда фантастикалық ерлік жасады. 2000 жылдың 31 қаңтары. Күн шайдай ашық. Мексиканың Пуэрто Вальярта қаласынан ақштың Сиэтл қаласына қарай Аляска Airlines компаниясының 261 рейсі ұшып шықты. Бортта 83 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі. Барлығы 88 адам бар болатын. Борттағы адамдардың көбі демалыстан қайтқан авиакомпанияның өз қызметкерлері мен олардың отбасылары мен балалары еді. Ұшақ аспанда келе жатқанда іштегі атмосфера өте жылы, тіпті мерекелік сипатта болатын. Ресми тергеу деректері бойынша тізгенде америкалық авиацияның нағыз ардагерлері отырды. Командир 53 жастағы Тед Томпсон 17.000 сағат ұшқан. Және екінші пилот 57 жастағы Уильям Билл Тейн 8000 сағаттан астам ұшқан. Бұл екі капитанда бұрын әскери әуе күштерінде қызмет еткен, қандай деңгейдегі болсын апаттан жол таба білетін аңыз азаматтар еді. Сағат 15:54. Ұшақ 9500 метр биіктікте келе жатқанда, кенеттен руль жүйесінде дыбыс пайда болады. Төменгі құйрық бөлігіндегі стабилизатор, яғни ұшақтың мұрнын жоғары төмен реттетін негізгі деталь тұрып қалады. Руль қозғалмай қалады. Не болды? Не үшін тұрып қалды?
Мәселе ұшақтың құйрығындағы трапеция тәрізді домкрат механизмінде еді. Бұл бұрандалы механизм әрбір 600 сағат сайын арнайы маймен майлануы тиіс болатын. Бірақ кейін ақш ұлттық көлік қауіпсіздігі бюросы анықтағандай, Alaska Airlines компаниясы шығындарды азайту үшін тексеріс уақытын созған. Ал инспекторлар бұл детальға май жақпай, құжатқа өтірік тексерілді деп қол қоя салған. Майсыз қалған гайкалар жылдар бойы қажалып, дәл осы күні 9500 метр биіктікте толық мүжіліп, резбасы үзіліп кетеді. Сағат 16:09. Домкрат механизмі атылып кетеді. Стабилизатор максималды түрде төмен позициясына кептеліп қалады. 200 тонналық ұшақ кенеттен шарт етіп басын төмен жіберіп, сағатына 800 км жылдамдықпен Тынық мұхитына қарай тік құлайды. Пилоттар екі қолдап штурвалды өздеріне тартады. Физикалық қысымның соншалықты болғаны Томпсон мен Тейн штурвалды сындырып жібере жаздайды. Жағалауда жүрген куәгерлер мен көршілей ұшып бара жатқан Boeing 737 пилоттары шок болған. Олар радиодан MD-83 ұшағының басымен төмен қарап, шалқасынан ұшып бара жатқанын өз көздерімен көрген. Бұл авиацияда физикаға қайшы нәрсе. Томпсон мен Тейн шалқасынан жатып, ұшақты мұхитқа соқпас үшін соңғы секундқа дейін аспанда фантастикалық маневрлер жасаған. Олар салонды емес, өздерін емес, тек жолаушыларды ойлады. Бірақ өкінішке орай 88 адамның барлығы қаза тапты. NTSB бюросының тергеуі авиация тарихындағы ең даулы соттардың біріне айналды. Өйткені апатқа табиғат та, пилоттар да емес, ал авиакомпанияның жаднысты, яғни іштарлығы себеп болды. Соның ішінде Alaska Airlines-тың Сиэтлдегі механиктерінің бірі Джон Лиотти осы апатқа дейін ФБР-ге шағым түсірген екен. Ол: бұл компания детальдарды майламайды, мені куәліктерімді қолдан жасауға мәжбүрлейді деп арызданған, бірақ оны ешкім тыңдамады. Достар, бұл үш тарих жай ғана құрғақ статистика емес, немесе сенсациялық жаңалық емес. Бұл тоқтап қалған жүректердің, орындалмай қалған армандардың және өмір мен өлім арасындағы айқайдың үні. Қара жәшіктер бізге қателіктерді көрсетеді. Бірде ол сатқындық пен психозды, бірде үрей мен паниканы, ал бірде соңғы секундқа дейін берілмеген кейіпкерлікті сақтап қалады. Бүгінгі таңда авиация әлемдегі ең қауіпсіз транспорт түрі. Бірақ бұл қауіпсіздіктің әрбір ережесі, әрбір инструкциясы осындай қара жәшіктегі ащы сөздермен, адамның қанымен жазылған. Біз бұл адамдарды ұмытпауымыз керек. Өйткені олардың трагедиясы біздің бүгінгі аспанда аман есен ұшуымызға мүмкіндік береді. Өздеріңізді және жақындарыңызды сақтаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Қара Таспа, қолдауларыңызға рахмет. Сау, саламат.